Сәлем достар, бүгін сіздерге пончиктердің идеальный рецептісін ұсынамын. Бұл рецепт арқылы сіздер үйде отырып ақ табыс тауып, магазиндерге өткізіп, өз кәсібіңізді аша аласыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетуіңізді сұраймын. Ең алдымен барлық ингредиенттерді өлшеп аламыз. Қантымызды, одан кейін суымызды құямыз ыдысқа. Одан кейін айранды құйып, сұйық майымызды құямыз. 3 жұмыртқамызды салып, барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Майы шетінде қалқып жүрмеу керек, барлығы біркелкі араласқанша, қанты ерігенше мұқият араластырып шығасыздар. Міне барлығы араласты, одан кейін барып електен өткізілген 600 грамм ұнымызды өлшеп, оның үстіне қамыр қопсытқыш, яғни разрыхителімізді қосып, тағы да араластыратын боламыз. Венчиктің көмегімен араластырсаңыздар да болады. Егер тез болғанын қаласаңыз, онда миксердің көмегімен араластырып аламыз. Міне түйіршіктері бар деп егерде күмәндансаңыз, онда миксердің көмегіне жүгінуге болады. Барлық ингредиенттерді тура видеоның астындағы описание бөлімінде жазылып тұрғандай етіп өлшеп салсаңыздар, рецепттеріңіз мінсіз болып шығатын болады. Және де осы рецептпен 35 дана пончик шығады. Мен арнайы осындай силикон форманы қолданамын. Алдын ала майлап алдым. Одан кейін барып қамырымызды қатты толтырмай салатын боламыз. Егер де әлі тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Каналымда бұдан да басқа көптеген пайдалы рецепттерді көре аласыз. Қызып тұрған духовкада 180-200 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Мінеке пісіп шықты, енді кішкене суығанша күтіп, содан кейін барып формадан аламыз. Пончиктердің бетін әрлеу үшін неше түрлі осындай кондитерлік сеппелерді қолдандым. Кондитерлік магазиндерде олардың түр-түрі бар. Кокосовый стружка немесе сеппелерді қолданамыз. Шоколадты қолдансаңыздар болады, бірақ ол қымбат болғандықтан мен оның орнына глазурьді қолдандым. Сіздер егерде отбасыларыңызға жасап жатсаңыздар, онда қымбат шоколадтан жасасаңыздар болады. Міне глазурьді осылай су моншасында ерітіп алдым. Астында су қайнап тұр, бетінде ыдыста осылай глазурьді ерітіп алдым. Жаңа айтып өткенімде, егерде отбасыңызға жасап жатсаңыз, онда қымбат шоколадтардан жасасаңыз болады, ал егерде магазиндерге өткізбек болсаңыз, арзанырақ түрі, яғни осындай глазурьді қолдануға болады. Глазурьдің түр-түрін кондитерлік магазиндерде сатады. Осылай пончиктердің бетін әрлеп шығамыз. Және де қатып қалмай тұрғанда жаңағы сеппелермен бетін әрлейтін боламыз. Глазурь бөлме температурасында 15-20 минутта қататын болады. Өзіңізге ұнаған неше түрлі сеппелерді қолданамыз. Мінеке осылай әртүрлі түсті шоколадпен немесе глазурьмен әсемдеп, неше түрлі өзіңізге ұнаған сеппелермен әрлеп,
жасауға болады. Және де бұл рецепт өте сәтті рецепттердің бірі. Пончиктеріміз өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Бұл рецептпен тек қана пончик емес, сонымен қатар кекс, пирогтарды дайындауға болады. Егер де магазинге өткізетін болсаңыз, осындай міне көрсетіп шықтым. Осындай размерде пластик қалыптарды алып, ішіне қалауыңызша неше түрлі түсінен салып, магазиндерге ұсынсаңыз болады. Және де осындай мини пончиктердің рецептісі менің каналымда бар. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыз. Назарыңызға рахмет.